Құрсақтық сабау тронкус кориакус немесе галлердің үш аяғы деп аталынады. Іштік қолқаның висцералды тақ тармақтарына жатады. Бірінші тақ тармақтарға тоқталамыз. Әрқайсысын жеке-жеке тоқталатын боламыз, өйткені олардың барлығы өте үлкен тақырып саналады. Күрделі тақырыптар. Құрсақтық сабау тронкус кориакус өз жолында үш түрлі тармақты береді. Артерия гепатика коммунис, басқаша айтқанда жалпы бауыр артериясы, одан басқа артерия гастрика синистра, асқазанның сол жақ артериясы, және артерия спленика немесе артерия леоналис деп атайды, көк бауыр артериясы. Ең бірінші тоқталатынымыз осы құрсақтық сабаудың өзіне тоқталайық. Құрсақтық сабау ұзындығы 1-2 сантиметр болып келеді. Жалпы айтқанда 12-ші кеуде омыртқасынан төмен, 1-ші бел омыртқасының деңгейінде, немесе 12-ші кеуде омыртқасының денесінің төменгі бөлігінен бастау алатын тамыр болып табылады. Ұзындығы бар болғаны 1-2 сантиметр, ірі саба болып келеді. Жалпы айтқанда ішкі мүшелердің біразын қанмен қамтамасыз етуге осы қатысатын болып табылады. Ең бірінші артерия сол жақ асқазан артериясы, артерия гастрика синистра деп аталынады. Бұл артерия гастрика синистра сол асқазан артериясы аталған үш артерияның ішіндегі кіші саба болып келеді. Бұл артерия мынау құрсақтық сабау бастау алатын жерден кішкен құрсақ сабаудың 1-2 сантиметр құрсақ сабауынан бастапқы бөлігіне бастау алады да тармақталады. Сол жерден кішкене солға қарай көтеріліп асқазанның кардиалды бөлігіне жетеді. Осы асқазан кардиалды бөлігі жеткеннен кейін асқазанға осы жерде өңеш келіп жалғасады. Осы өңешке өзінің өңештік тармақтарды рамусоэзофагусты беретін болып табылады. Одан кейін ол төмен қарай бағытталып, асқазанның кіші иіні бойында бағытталып, сол жақта жүретін болып табылады. Ал оған қарама-қарсы беттен қазір танысатын боламыз. Артерия гастрика декстрамен, яғни артерия гепатикус коммунистің тармағымен анастомоз құрайды. Енді келесі тармақ жалпы бауыр артериясы, артерия гепатика коммунис деп аталынады. Ол жалпы ұзындығы 4 сантиметрлік артерия болып табылады. 4-5 сантиметрлік артерия ірілеу тармақ болып табылады. Құрсақтық сабаудан бастау алғаннан кейін оңға қарай тармақталады. Негізінен көкеттің оң аяғының бойында жататын болып табылады. Енді ол солдан оңға қарай бағытталады да өзінің тармақтарын беретін болып табылады. Алғашында солдан оңға қарай бағытталғаннан кейін ол ұйқы безінің жоғарғы жиегінің деңгейінде жүріп, осы шетте кіші шарбының құрамына кіреді. Осы жерде меншікті бауыр артериясы екі тармаққа бөлініп кетеді. Жалпы бауыр артериясы екі тармақ бөлініп кетеді. Меншікті бауыр артериясына бұл артерия гепатика проприя деп аталынады. Одан кейін бөлінетіні асқазан 12-шік артериясы, артерия гастрика дуоденалис деп аталынады. Енді тоқталайық. Әрқайсысын жеке-жеке тоқталатын болсақ, бірінші біз тоқталамыз меншікті бауыр артериясына. Артерия гепатика проприя деп аталынады. Бұл артерия негізгі сабаудан тармақталып, мынау лигаментум гепатодуденали, яғни бауыр мен 12-шік байларының, кіші шарбының құрамында қалыңдығында орналасып, бауырдың қақпасына қарай өзі бағытталады. Сөйтіп бауыр 12-шік жалғамасының құрамында жалпы өт өзегінен, жалпы өттен солға қарай орналасады да, ал қақпа венасының, вена портаның арт жағында жатыр, осының алдыңғы жағында жататын болып табылады. Меншікті бауыр артериясы бауыр қақпасына жеткеннен кейін оң және сол тармақтарға артерия гепатика декстра, сәйкесінше артерия гепатика синистра болып бөлініп кететін болып табылады. Меншікті бауыр артериясы негізінен
мынау кейбір жағдайларда осы меншікті бауыр артериясы көбінесе артерия гастрика декстра бастау болатын болып табылады меншікті бауыр артериясынан. Бірақ кейбір жағдайларда бұл гепатика артерия гастрика декстра мынау жалпы бауыр артериясының өзінен де басталуы мүмкін кейбір жағдайларда. Меншікті бауыр артериясы осы екі бөлікке бөлінгеннен кейін екі бөлікке бөлініп кетеді, оң тармағы және сол тармағы болып. Гастрика декстрамыз оң тармағы бауырдың қақпағында бауырдың құйрықты үлесіне дейін, яғни артерия лоби каудатиға дейін жетеді, және бауырдың оң үлесін сегменттеріне сәйкес артериялар береді. Яғни алдыңғы сегментіне алдыңғы артерия сегменті антериорис, және артқы сегментіне артерия сегменти постериористі беретін болып табылады. Келесі, сол жағы артерия гепатика синистра құйрықтық үлесі артериясынан, артерия лоби каудатидан, және бауырдың сол үлесіне медиалды және латералды бағытталады. Сол жерде бауырдың сәйкесінше медиалды және латералды сегменттеріне тармақталады. Артерия сегменти медиалис, артерия сегменти латералистерді беретін болып табылады. Дәл осылай артерия гепатика проприя бауырдың сегменттеріне сәйкес тармақшаларды беретін болып табылады. Одан кейін біз тоқталатынымыз асқазан 12 елшек артериясы. Жаңа суретке қайтып келейік. Міне гепатодуденалис деп аталынады. Гастродуденалис. Жалпы бауыр артериясының төмен қарай бағытталатын болып келеді, және асқазанның мынау қақпалық бөлігінің артқы жағында жатады. Мына сурет сіздерге түсінікті болсын деп әдейі тарқатылған суретті алдым. Осының негізі ол асқазанның қақпалық бөлігінің артында жатады да, одан төмен қарай бағытталып өтетін айрықша ірі сау болып келеді. Ол екі тамырға бөлініп кетеді. Жоғарғы ұйқы безі артериясы, ұйқы безі 12 елшек артериясына, яғни артерия панкреатит дуденалис супериор. Мынау ұйқы бездің басына қарай бағытталатын тамырға, яғни панкреатит дуденалис супериорге, және оң асқазан шарбы артериясына, артерия гарсия эпиплоика декстраны беретін болып табылады. Ол мына жақта суреттерде көрсетілген. Мына гастр эпиплоика декстрамыз отыр. Ол қарама-қарсы келген гастр эпиплоика синистрамен анастомозданады. Ол жайға толық тоқталатын болмас. Жоғары ұйқы безі 12 елшек артериясы, артерия панкреатит дуденалис. Міне сәйкесінше ұйқы безге келеді да, яғни бұл жерде 12 елшектің төмендеген бөлігін медиалды жегімен ұйқы безінің басына қарай бағытталып, осы ұйқы безінің басын қанмен қамтамасыз ететін болып табылады. Қанмен қамтамасыз ету үшін рамус панкреатит атты кішкентай тармақтар береді. Және 12 елшек тармақтарын 12 елшекке қарай рамус дуденалисті береді. Енді осы артерия 12 елшектің төменгі бөлігінде, 12 елшектің төменгі және горизонтальды бөлігінде, төменгі жиегінде, соның артерия панкреатит дуденалис инфериормен, яғни төменгі шажырақай артериясы, артерия месентерика инфериордың тармағы, сонымен анастомоз құрады. Оны төменгі шажырақай артериясын айтқанда тоқталамыз. Оң асқазан шарбы артериясы, артерия гастр эпиплоика декстра. Ол мынау артерия гастродуденалистен бастау алады, өз бастау алып тармаққа бөлінеді да, өз бастау алатын жерден сол жаққа қарай бағытталады. Сөйтіп асқазан 12 елшек артериясының жалғасы болып саналады. Ол үлкен шарбы табақшалардың арасында асқазанның үлкен иінімен солға қарай бағытталады да, қарама-қарсы жақтан келген артерия гастр эпиплоика синистрамен анастомоз құрады. Ол қазір артерия анализді тоқталамыз. Одан кейін көкбауыр артериясы.
артерия ляналис деп аталынады. Бұл артерия ляналис мінекей. Бұл артерия құрсақтық сабадан тармақталатын артериялардың ішіндегі ең ірісі болып саналынады. Артерия аттас венамен бірге, дәл осы жерде вена ляналиспен бірге солға қарай бағытталып, ұйқы безінің жоғарғы жиегінің артқы жағына қарай орналасатын болып табылады. Артерия ұйқы безінің құйрығына қарай жеткен соң, асқазан көкбауыр жалғамасының құрамына енеді. Осы жерде сол асқазан көкбауыр жалғамасының құрамында көкбауырға қарай бағытталып, көкбауырға өзінің тармақтарын береді. Өз жолында мынандай тармақтары береді. Ұйқы безге тармақтар береді. Ұйқы безінің тармақтарының өзін былай бөліп қарастырсақ болады. Яғни рамус панкреатици барлығы, яғни ұйқы безге тармақшылар. Ұйқы бездің басына беретін болса, рамус кауда панкреатицис, ұйқы бездің басына қарай тармақтар беретін болса, артерия панкреатици магна, одан басқа артерия панкреатици дорзалис дейтін ұйқы безге тармақтар беретін болып табылады. Ұйқы безге тармақтар береді. Енді көкбауырлық тармақтары артерия ляналис. Мынау артерия ляналистің ең соңғы тармағы, көкбауырға шашыраңқы 4-6 есебінде беретін көкбауырдың қақпасы арқылы соның паренхимасына енетін тармақшалар болып табылады. Сонымен қатар қысқа асқазан артериясы, ол мына жерде көрінбеген, мына жақсы көрінген. Мынау артерия ляналис болатын болса, осы асқазанға қысқа тармақшалар береді. Артерия гастрика бревис деп аталынады. 3-7 есебінде асқазанға тармақшалар береді. Сол асқазан шарбы артериясы артерия гастроэпиплоика синистра деп аталынады. Мынау көкбауыр артериясының көкбауырға соңғы тармақталатын жерінен басталып, ұйқы бездің осы жерде алдыңғы бетімен жүріп өтіп, міне ұйқы бездің алдыңғы бетімен жүріп өтеді да, асқазанның үлкен үйіне жеткен соң, солдан оңға қарай бағытталады да, асқазан үлкен үйінің бойымен жүреді. Сөйтіп асқазанға қысқа тармақшалар беріп, асқазанды қанмен қамтамасыз етеді да. Дәл осы жақтан келген, келесі жақта, яғни бағана айтып өткен артерия гастродуденалистің тармағы, артерия гастроэпиплоика декстра мен анастомоз құратын болып табылады. Мынау артерия гастродуденалис болатын болса, содан артерия гастродуденалис гастроэпиплоика декстра мен анастомоз құрады. Яғни гастроэпиплоика синистра, гастроэпиплоика декстра мен анастомоз құрады. Осымен құрсақтық қолқа аяқталды.